555-ші есебіміз тік төртбұрыштың ұзындығы 7,5-3 сантиметр. Ұзындық берілген тік төртбұрыштың. Ол бізде 7,5-3 сантиметр. Ал периметр қабырғасы 6 сантиметр квадраттың периметріне тең деді. Бізде квадраттың периметрін табу формуласын жазайық. Ол бізде 4 көбейтілген аға тең. Ол дегеніміз 4-ті көбейтеміз 6-ға тең 24 сантиметр. Яғни бұл квадраттың периметрі. Ал осы тіктөртбұрыштың да периметр 24 сантиметрге тең екен. Ал тіктөртбұрыштың периметрін табу формуласын жазатын болсақ, А қосылған В көбейтілген 2. Енді осы жердегі бар мәліметтерді апарып орнына қоямыз. Мұнда 2 периметр бір-біріне тең болса 24 болады. Тең ұзындығы бізде 7,5-3 сантиметр қосылған В көбейтілген 2. Осы жерде енін тауып алу керекпіз. Бұны табу үшін біз 7,5-3 қосылған В дейміз да 24-ті 2-ке бөліп жіберейік. Бөлу 2. Сонда 7,5-3 қосылған В тең болады бізде 12-ге. Ал В-ны табу үшін 12-ден азайтамыз 7,5-3 сантиметр. 12 санын біз 11,5-5 деп жазып алайық. Азайтылған 7,5-3. Сонда нәтижесі 4,5-2-ге тең болады. Бұл бізде ені екен. 557-ші есебіміз АБС-да квадратын периметрін табыңыздар дейді. Бұл бізде квадрат екен АБС-да. Енді квадраттың ішінде тағы бір квадрат орналасқан. Оның ауданы тең болады екен бізде 25 сантиметр квадрат. Ал квадраттың ауданы табу үшін қабырғаларын квадраттаймыз, яғни қабырғаларын көбейтеміз. Сонда А бізде 5-ке тең болады. 5-тің квадраты бізде 25-ке тең болып тұр. Сонда мына бір қабырғасы да 5-ке тең, мынау да 5-ке тең, мынау да 5-ке тең, 5-ке тең болады барлығы. Енді қараңыздар, квадраттың ішіне тік төртбұрыш орналасқан. Оның ауданы бізде 15 сантиметр квадратқа тең екен. Енді ұзындығы белгілі 5 сантиметр квадрат. Ені табу үшін 15-ті бөлеміз 5-ке. Сонда ені 3-ке тең болады екен. Мына жеріміз 3-ке тең. Сонда мына аралықта 3-ке тең болады. Сонда біздің ВС қабырғасы, квадраттың ВС қабырғасы ол 5 пен 3-тің қосындысына тең. Ол 8-ге тең екен. Квадрат болғандықтан, мына бір квадраттың барлық қабырғасы 8-ге тең болады. Осының периметрін табу үшін тең 8-ді көбейтеміз 4-ке. Сонда нәтижесі тең болады бізде 32 сантиметрге. Сонда квадраттың периметрі 32 сантиметр екен. Келесі 556-ші есебіміз. Дүкенде 3 күнде 1206 килограмм алма сатылды дейді. 3 күнде 1206 килограмм сатылған. Бірінші және екінші күндері 825,4,3 килограмм сатылған. Ал екінші және үшінші күндері 849,5,1 килограмм сатылған. Енді екінші күні неше килограмм алма сатылды дейді. Яғни бірінші, екінші, үшінші күндердің қосындысы мынаған тең, яғни осының сатылған. Ал барлығы бізде 1206 килограмм екен. Екінші күнді табу үшін біз екі қосындыдан 1206-ны азайтады екенбіз. Сонда 825,4,3 қосылған 849,5,1
азайтылған 1206 тең. Екеуін азайтатын болсақ, ортақ бөлім береміз. Так, 5 санынан 4 санынан болады. Екеуінің бүтін бөлшектің қосындысы 1674 тең. Бөлшектің бөлімі 20-ға тең болды. Так, 15, 4 қосындысы 19-ға тең. Азайтылған 1206. Бүтін бөлшектен бүтін бөлшекті азайтып жіберсек, 468 бүтін 20-дан 19 болады. Яғни бұл екінші күні сатылған алманың килограмм екен.